кішіртелік шешіліп, келмейді деп күдерің дүзбесен, бақыт шіркін жүреді ылғи кешігіп. Қайткенде де қызық көру мұрат па, күтеді оны диханшы да мұрат та. Оңай ұстап алатындар бар, оны байлап қою оңай емес бірақта. Бақыт жайлы ойландым ау мен ұзақ, қуады оны бір атпен де 100 атпен. Бәрібір дос бола алмайды бақытты, бақытыңды ұстағандар тұзақпен. Енді міне қара суық қара күз, өткен дойлап солқылдайды жарамыз. Алыста емес, жақында емес бір жұмбақ, бақытпенен екеуміздің арамыз. Сабыр, сабыр, жерік көңіл пырағы, жанар әлі абыройдың шырағы. Келе жатып, бара жатып біреуге, бақыт маған соғып кетіп тұрады. Қыдыр Абайдан кейін көп оқылатын ақын деп бағалы шындық ауылынан алыс емес. Ақынның өлең жолдары ұлағатты сөздер мен афоризмдерге толы, аудиторияны аралап кеткелі қашан. Жалпы Қыдырдың өлеңдерін білмейтін қазақтың жоқ екені аксиомаға айналды. Ол бай, бірегей талант, жұлдыз болғанда, мәңгі жұлдыз. Ол ақын Қадыр. Қадыр жұрттың бәріне белгілі таныс, тіпті етене болып сүйекке сіңірген күнделікті өмір, тұрмыс құбылыстарынан өнегелі ой түйуге өте шебер. Бірақ бұл түйін миға қонбайтын, кісіні мезі қылатын жалаң үгіт өсиет емес. Миға да жүрекке де оңай жол табатын, ақыл мен сезімнің жарасымды түйіні. Ал үні болса жылы, жұмсақ, онда ерілмелік те, леплік те жоқ, жатақ жағымда. Қадыр, қазір ұлы ақын. Бұл сөзді мен өмірімде екінші рет айтып тұрмын. Бірінші рет Мұқан Мұхтар Әуезов Лениндік сыйлық иегері атанғанын айтқаным. Қадыр, найзағайлы ақын, дәуірдің уақыттың өзі жаратқан өміршең ақын. Оның поэзиясы өзіміз сүйіп отырған дәуір мінезес. Біздің арамызда ең көп оқитын, ең көп білетін осы Қадыр. Біздің арамызда ең көп ізденетін, ең көп ізденгенің табатын осы Қадыр. Қадыр мықты, бәрімізден де менен де мықты ақын. Қадыр Мырзалиевтей қадау талантқа ғана айтылар бағаның салмағанын ешбір сөзбен жеткізе алмайсың. Қадыр әлі әріп танымаған бүлдіршін бөбектен бастап әріпті көзілдіксіз көре алмайтын қарияға дейін таниды. Өзін білмесе де сөзін біледі. Мұндай дауыс даңқ татуасыз танымалдықтың сыры Қадыр таланттың қарапайымдылығында. Туған жер туралы толғаныстың оның тарихы, салт дәстүрі, халық жақсы мінездері жайлы ойлармен ұштастыруда. Қадыр Мырзалиевтің ізденістері де өте бай. Ой орманы, дала дидары, кітаптарын қазақ тағдыры жайлы ақындары тербеткен ойларын біздің бүгінгі өмір тіршілігіміздің мән-мағынамыздың сезінуге бастайтын көрсетеміз. Ол шындыққа, құбылыстың сырына, дала тарихына ой көзқараспен қарауға үйретеді. Ақындардың бәрі ой толғайды, бірақ ойшыл ақындардың бәрі бірегей философ емес. Сен оқымаған ойын, оқымаған кітабың жоқ, ендігі бірегей философтың бірсің. Қадыр Мырзалиев, ұлт ақыны, қазақ деген тегі мықты, тарихы бай, тағдыры күрделі. Түйгісі мың қатпар, қалтарысты, астарлы, тысты, алапат тілді, қабілетті қаһарман. Қайсар халықтың тұңғиығына бойлап, кеңдігіне кепіл боп бітімен біте қайнасып, ұлылығын, рухын, ар-ұятын, үмітін барынша әсетпей отырып, кемшінің мінін, қайғысын, сырын азаматтық тұрғыда қазып айталған сыншыл да ойшыл да ақын, ұлы ақын.